Барлықтарыңызға сәлем достар, менің есімім Айжан, каналға қош келдіңіздер. Бұл каналда ағылшын және басқа да тілдерді нөлден бастап үйрену туралы видео сабақтар болатын болады. Бүгінгі бірінші сабақ ағылшын алфавиті, яғни ағылшын тілін бастамас бұрын біз ағылшынның алфавитін үйренеміз. Ағылшын тілі алфавитінде 26 әріп бар. 6 дауысты және 21 дауыссыз бар. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай, қызыл түсті белгіленген әріптер, олар дауыстылар. Яғни A, E, I, O, U және Y әріптері. 21 дауыссыз не себепті 20 емес 21, өйткені Y әріпі ол дауыссыз да болып келеді. Сөздегі орналасқан орнына байланысты Y дауыссыз және дауысты болып келеді. Мұнда әріптер рет-ретімен берілген, яғни олай болса бірінші әріптен бастап қалай оқылады, мен қазір оқып өтемін, сіздер менімен бірге қайталап, жаттығып отырыңыздар, және сабақтың соңында әрбір әріптің қасына қалай оқылатынын жазып алсаңыздар болады. Және назар аудара кетейік, мұнда 4 бұрышты жақшаның ішінде тұрған нәрсе транскрипция деп аталады, яғни транскрипция дегеніміз сөздің не болмаса қандай да бір әріптің оқылуы, оның өзі бір өзгешелік, және қасына мен өзіміздің кириллицада қалай оқылатынын жазып қойдым. Ағылшыннан бүкіл әріптері латиницада жазылған. Ең алғашқы алфавиттағы әріп A. A. B. B. Менімен бірге дауыстап, қайталап оқимыз достар. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Алфавиттің соңына келдік достар. Енді бастапқы слайдқа көшеміз. Барлық әріптердің жазылуы мен мұндағы оқылуына назар аударамыз. Ең бірінші A әріпі бұл дауысты. A кәдімгі қазақ тіліндегі А әріпіне ұқсас, науқасында жазылатын үлкен бас әріп және кіші әріп A деп оқимыз, бұл дауысты. Екінші B В-ға ұқсайды, жазылуы мұндай, бұл дауыссыз. Үшінші C бұл да дауыссыз, кәдімгі қазақ тіліндегі С әрпіне ұқсас. D дауыссыз. E дауысты, жазылуы Е әрпіне ұқсайды. F біздегі Ғ әрпіне ұқсайды, жазылуы дауыссыз. G бұл да дауыссыз, жазылуы осындай, назар саламыз. H дауыссыз. I дауысты, жазылуы мұндай үлкені бір таяқша және кішісінің үстінде нүкте болады. J дауыссыз, жазылуы үлкені мұндай, кішкентайының үстінде де нүкте болады. K
біздің қазақшадағы к әрпіне ұқсайды. Л дауыссыз, М дауыссыз, үлкені мен кішісінің жазылуына назар аударамыз. Н дауыссыз, О дауысты, біздегі қазақтың О әрпіне ұқсайды. Дәл солай оқылуы О. П дауыссыз, жазылуы Р әрпіне ұқсайды. Q мұнда үлкен дөңгелек О сияқты және астында арт құйрықшасы бар, оқылуы Q, бұл дауыссыз. R бұны жазылуында екі нүкте қойып қойып назар аударыңыздар, өйткені ар деп оқымаймыз, р-ны толық айтпаймыз. R-дың соңындағы тілді сәл артқа қарай тартамыз да R деп айтамыз. R-ды толық айтпаймыз, R болады. S дауыссыз, T дауыссыз, үлкені және кішісінің жазылымындай. U дауысты, V дауыссыз, W V-дің қосарланып жазғанына ұқсайды, бұл дауыссыз, W деп айтамыз. X дауыссыз, Y дауысты және дауыссыз да болып келеді. Біздің Ö және U әрпіне ұқсайды. Z дауыссыз. Олай болса, бірінші сабақ алфавиттерді үйрену сабағы осымен аяқталды. Түсінгендеріңіз, егер түсінбеген жерлеріңіз болса, онда комментарийға жазып сұраңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Не болмаса, түсініксіз болып жатса, қайтадан басынан бастап қарасаңыздар болады. Және де келесі сабақта сабақтың жалғасы болады. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге видео ұнайды деген үміттемін, және видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған мисс Айжан. Келесі сабақта кездескенше.